Саламатсыздар ма студенттер? Саржас кәсіптік техникалық колледжі номері 36 топ, мамандығы фермер шаруашылығы, өндірістік оқу шебері Есімбеков Ерсұлтан Омарханұлы. Кезекті онлайн дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауылдық трансформаторлы қосалқы станциялар. Сабақтың мақсаты ауылдық трансформаторлы қосалқы станция түрлерімен жұмыс істеу принципін меңгерту. Электр энергиясын тарату, тасымалдау және түрлендіруге арналған электр қондырғысын қосалқы станция деп атайды. Ол трансформаторлар мен тарату құрылғыларынан басқару және қосалқы құрылғылардан тұрады. Функциясына байланысты олар трансформаторлық немесе түрлендіргіш деп бөлінеді. Трансформаторлық қосалқы станциялар электр энергиясын қабылдау және тарату үшін қызмет етеді. Электр қабылдағыштың қаншалықты қашықта орналасқандығы және тұтынатын қуатының шамасына байланысты келесі 4 түрлі негізгі трансформаторлық қосалқы станциялар қолданылады. Түйіндік таратушы қосалқы станция, негізгі төмендеткіш қосалқы станция, терең кіріс қосалқы станция, трансформаторлық пункт. Түйіндік таратушы қосалқы станция бұл орталық қосалқы станция, өйткені бұл жерге негізгі энергия жүйеден 110 киловаттан 220 киловаттқа дейінгі кернеудегі электр энергиясы беріледі де, трансформацияланып терең кіріс қосалқы станцияға 35-200 киловатт аралығында кернеу жіберіледі. Бұл қосалқы станция электрмен қамтамасыз ететін кәсіпорынның сыртында, бірақ жақын аймаққа орналастырылады. Негізгі төмендеткіш қосалқы станция бұл қосалқы 235-220 киловатт кіріс кернеуіне негізделген. Оған кернеу тікелей аудандық энергия жүйеден келеді де, кернеу қатты төмендетіліп, электр энергиясы кәсіпорындарға таратылады. Терең кіріс қосалқы станциясы бұл қосалқы станцияға 35-220 киловатт кернеу беріледі. Бұл қарапайым коммутациялық схема негізінде құрастырылған. Электр энергиясын негізгі энергия жүйеден немесе таратқыш пункттен алады. Терең кіріс қосалқы станциясы кәсіпорынның негізгі қабылдағыштарының тобын қоректендіруге арналған. Ал трансформаторлық пункт бұл алғашқы кернеуі 35 киловатт, 10 киловатт немесе 6 киловатт болып, 230 және 400 вольт кернеумен қабылдағыштарды қоректендіретін қосалқы станция. Бұларды немесе цехтік қосалқы станция деп те атайды. Қазіргі таңда трансформаторлық пунктті комплектті трансформаторлық қосалқы станциядан жасайды. Трансформаторлар саны өзгеріп отыруы мүмкін. Ол тұтынушының категориясына байланысты. Егер тұтынушы бірінші категориялы болса, онда бір трансформатор, ал бір және екінші категориялы болса, екі трансформатор қойылады. Студенттер, бүгінгі онлайн дәрісіміз осымен аяқталды. Үй тапсырмасы, бақылау сұрақтарына жауап беріп, трансформаторлы қосалқы станциялар қай жерлерде қолданылатынын жаз. Түсінбеген сұрақтарың бойынша WhatsApp немесе Classroom бағдарламасы арқылы тақырып астына сұрақ қойып, кері байланыс орнатуларыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.